3D форматта сан жазып үйренеміз. Осындай қылып, немесе кез келген басқа санды. Ол үшін біз Google'дан красный блестящий фон деп красный блестящий фон, белый фон деп белый А4 фон скачать етіп алдық. Pixart'тан аштық. А4 форматымызды ақ. Цифрымызды жаздық. 30 деп. Ортасында пробел қалып қояды. Сол себепті бізге бірге жазылу үшін бір цифрдан жазамыз. Осылай 3-ті қойып алдық. Содан кейін цвет дегенге басамыз. Астында текстура. Содан кейін гараның суретіне басып, жаңағы қызыл фонға басамыз. Сол кезде текстурасы жаңағы красный блестящий болады. 3D болу үшін настройкасында прозрачность 100% қоямыз. Цвет тени өзгертеміз. Тень қойып жатырмыз. Теньді біз 3D ретінде қолдану үшін теньнің түсін қызыл қылып, сан объемный болып көріну үшін осылай жасап жатырмыз. Тень арқылы 3D объем жасап жатырмыз. Мына жерде позиция дегеніне қарайсыз, настройка дегенге қарап келтіріп, осындай объемный сан жасап алуыңызға болады. Осылай ұнағаннан кейін осы санымызды келтіріп бір шетіне қоямыз. Қойып болғаннан кейін екінші санды жазамыз. Мысалға 31-ге толып жатса 1, немесе 30-ға толса 0. Міне қайттан қараңыз. Цвет, текстура, гараның суретіне бастық. Жаңа қызыл фонды алдық. Қызыл фонға, галереяда қызыл фонға түсеміз. Соған басамыз. Сол кезде біздің текстурамыз сондай қызыл болады. Содан кейін тень дегенге барамыз. Размерін келтіріп аламыз. Егер 0 3-тің астында болғанын қаласаңыз шамалы, онда бірінші 0-ді жазыңыз, содан кейін 3-ті жазыңыз. Теньге қойып, қайтадан теньнің түсін өзгертеміз. Тіпті қара цвет қылып қалдыруыңызға болады. Олай өте объемный болып көрінеді. Мен бірақ қазір қызыл цвет қолданғым келіп отыр. Размерін келтіріп, жақындатып бір-біріне болғаннан кейін үстіндегі оң жақтағы көріп тұрсыз готово деген сөзді. Сол готово деген сөзге басасыз да сақтап аласыз. Содан кейін шығып кетесіз Pixart'тан. Қайтадан А4 ақ форматыңызды ашасыз. Мынау реклама. Добавить фото деп жаңағы жазған 30-ыңызды аласыз. Обрезать деп лишний жерін кесіп тастайсыз. Ақ керек емес жерлерін. Содан кейін готово деп бір шетіне А4 форматтын қоясыз. Үстіндегі блинчиктің суретін көріп тұрсыз. Соны бассаңыз, сізге копия деген функция шығады. Бір шетіне қойдық. Мықты жанына тақамаңыз. Рамкадан шықпаңыз. А4 форматтын. Осылай копия деп нешеу керек, соншасын қойып аласыз. А4 форматыңызды үнемдеу үшін сыйғанша қоясыз.